елбасының бұл идеясы бір тұтқиылдан күтпеген жерден Атырауға барғанда біреу сұрақ қоя салды. Кездейсоқ соған президент жауап бере салды дегенге ешкім сене қоймайды. Бұл бір үлкен саяси маневрдің басы деп есептеу керек. Жалпы алғанда мына Қазақ ұлттық кеңесі төрағасының орынбасары ретінде, антикептил қоғамдық қозғалысының белсенділері ретінде жалпы халықпен араласып жұмыс істеп жүрген белсенді ретінде айтар болсақ, бұл қазақ елі деген жалпы ұстанымды, осы идеяны біз қолдауға тиіспіз. Бірақ бұның біздің бірнеше ойларымыз, ұсыныстарымыз бар. Біріншіден, елбасы айтты, мен халықпен ақылдасамын деді. Егер ақылдасатын болса, ең біріншіден жалпы алғанда бұл идеяның өзі үлкен бір мемлекеттің атын, атауын өзгерту деген үлкен саяси реформалардың басы деп айтқан жөн. Ол қазақ елі деп өзгертеді ма, басқа деп өзгертеді ма, ол кезде конституцияға өзгеріс енгізу керек болады. Сондықтан оны істің басын бастағаннан кейін мен енді жеке өз пікірімді білдіретін болсам, ең біріншіден қазақ елі емес, Қазақ Республикасы деп атауды ұсынар едім. Себебі қазіргі уақытта түрлі әңгімелер бар. Мысалы, ертең бұл идея біздің халқымыз үшін, ұлтымыз үшін деп басталғанымен, орта жолдан, мысалы, болашақта Қазақстан монархия болу керек, соғымдай жолға түсуіміз керек деген де ұсыныстар айтылуы мүмкін. Ал егер Қазақ Республикасы дейтін болса, онда ол монархияға жол берілмейтін болады. Демек, жағы Қазақ республикалық басқару нұсқасындағы ел екенін айқындап айтып тұрады. Екіншіден, жалпы бұл идеяны, Қазақ Республикасын құру туралы идеяны ең алдымен қазақ ұлтшылдары қолдау керек деп есептеймін. Өзіңіз білесіз, біз халық өкілдерінің құрылтайы деген құрылтай өткізген болатынбыз. Қазақ ұлттық кеңесі құрылды. Сонда біздің сол құрылтайдың қабылдаған қарарының ішінде негізгі мәселенің біреуі, мына 95 жылы 30 тамызда қабылданған конституцияда қазақ ұлтының мемлекет құраушы және байырғы ұлт екені қамтылмай қалған болатын. Сол кезде біз айтқан болатынбыз, біз жағы конституциялық өзгерістер, реформалар жасауымыз керек. Ол жерде қазақ ұлтының мәртебесі анық болу керек. Қазақ ұлтының мемлекет құраушы ұлт екенін анық көрсетуіміз керек. Біз байырғы халық ретінде осы Қазақстан, қазіргі Қазақстан мемлекетінің иесі екенімізді нақты көрсетуіміз керек деген әңгімені айтқан болатынбыз. Мүмкін жағы елбасының осындай ұсыныс жасап, осындай бастама көтеруінің бір себебі қазіргі уақытта мына кедендік одаққа байланысты, Евразиялық одаққа байланысты, басқа да геосаяси ахуалдарға байланысты біздің Қазақстанда мысалы ұлт патриоттарының, ұлт демократтарының, жалпы ұлттық күштердің жағы күш алып, халық арасында үлкен бір серпіліс, сілкіністердің орын алып байқалып келе жатқанының бір алдын алу шарасы болуы да мүмкін, халықтың көңілінен шығудың бір амал ретінде. Не болмаса, жақын күндерде, жақын жылдарда мысалы үлкен бір саяси бір науқан немесе бір сайлау болып кетуі де ғажап емес. Ондай кезде халықтың басым, мысалы 70%-ын құрайтын қазақ ұлтының көңілінен шығу үшін, соны мысалы билікпен халық арасында қазір байланыс өте жақсы деп айта алмаймыз. Сол кемшіліктің орнын толтыру үшін елбасы жаңағы ұлтшылдарды өзіне қарату үшін сондай бір саяси үлкен науқан қарсаңында осындай идея тастап ұлтшылдардың көңілін аулау мәселесіне көңіл бөлуі мүмкін. Екіншіден, кейбір саясаттанушылар айтып жатыр, неге елбасы Сочиға кетіп бара жатқанда осындай мәлімдеме жасады. Жағы Евразиялық одаққа қол қойылайын деп жатқан кезде осындай мәселе көтерілді дегенде ойлар айтылып жатыр. Олда да үлкен мән жатыр.
Жалпы енді осы мәселені ары қарай іске асыру үшін не істеу керек деген сұраққа жауап беретін болсақ, бұл мәселенің басы қасында қазақ ұлттық кеңесі жүру керек деп мен есептеймін. Мысалы халықтың ойын білу үшін де, ұлттық сондай құндылықтарды қалыптастыру үшін де бізге үлкен саяси күштер керек. Сондықтан ең бірінші қазақ ұлттық кеңесі осы мәселенің басы қасында жүру керек. Біріншіден, жаңағы екіншіден, мысалы президент әкімшілігінің, әділет министрлігі, басқа да мемлекеттік органдардың өкілдерімен қоса белгілі саяси партиялардың, қоғамдық бірлестіктердің басшылары соған қосылған, кірген үлкен арнайы комиссия құрылу керек деп есептеймін. Ол комиссияның ішінде міндетті түрде мысалы Мұхтар Шаханов сияқты басқа да үлкен белгілі ұлтшыл азаматтар кіру керек деп есептеймін. Ал егер бұл мәселені тек қана бір жақты билік тарапынан шешілетін болса, ол халықты билікке қарай жақындатуға емес, керісінше одан әрмен арадағы жағы жікті ажыратып жіберуге себепші болуы мүмкін. Сондықтан бұл жерде неғұрлым халықпен жақынырақ, халықпен ақылдаса отырып, біздің белгілі азаматтарымыздың, ұлтшылдарымыздың, зиялы қауымның өкілдерімен ақылдаса отырып жасалу керек деп есептеймін. Бұл мәселеде тағы бір айтатын жағдай, бұл айтып отырмын ғой, үлкен саяси реформаларды, конституцияны өзгертуге келіп соғатын нәрсе деп. Егер мемлекеттің аты ғана өзгеріп, заты өзгермей қалатын болса, одан билік те, президент те, басқалар да ешқандай пайда көрмейді. Керісінше халықтың ренішін туғызады. Ал егер шынымен де ары қарай ұлттық демократиялық мемлекет қалыптастырудың бір алғышарттарын, сондай үлкен бастамаларға бет бұратын болса, әрине бұл үлкен біз қолдауға міндетті үлкен өте игі шара.